Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздердің назарларыңызға нүктелі бедерлі қарпінің қазақша алфавитінің авторларының бірі Ақан Қасымұлы Қасымовтың 95 жыл толуына орай артына өшпес із қалдырған атты онлайн инфотаймын назарларыңызға ұсынамын. Әуесқой композитор, нүктелі бедерлі қарпінің қазақша алфавитінің авторы Ақан Қасымұлы Қасымов 1928 жылы наурыз айының 23-інде Павлодар облысының Ермак ауылында туған. Жанұясында 3 қарындасы Мафруза, Сания және Рабиға және үлкен ағасы Қапар болды. 8 жасында көз жанарынан айырылды. 1938-1949 жылдар аралығында номер 4-ші зағип және нашар көретін балаларға арналған Островский атындағы мектеп-интернатында білім алды. Мектеп қабырғасында оқып жүргеннің өзінде классикалық, музыкалық шығармаларды тыңдауға құмар болды. Әсіресе оны Чайковскийдің Аққу көлі, ұйқыдағы ару балеттеріндегі вальстер, вальс королі атанған Шопеннің, Бетховеннің, Моцарттың шығармаларына тәңірдей табынып, оларды өзіне пір тұтты. 1949-1954 жылдары Киров атындағы мемлекеттік университетінің тарих факультетін оқып бітірді. 1954-1970 жылдары бастауыш сыныптарда ұстаз болып қызмет атқарды. Ақан Қасымов Braille алфавитіне қазақ әріптерін қосқан авторлардың бірі. 20 ғасырда өмір сүрген француз тифлопедагогы Луи Брайл 6 белгіден тұратын зағиптарша жазудың алғашқы әріптерін шығарған болса, Ақан Қасымов 1960 жылы оны дамытып, қазақша Брайлша әріп жазудың авторы атанды. Ақан Қасымов әрдайым жас мамандарды тәрбиелеп, қамқорлыққа алып, оларды әрдайым тәлімгер ретінде қолдап отырады. Ақанның жұмыс тәжірибесінен үйреніп, оның өнегелі үлгі еткен ондаған шәкірттері республикалық зағиптар қоғамы саласында абыройлы еңбек еткен болатын. Ақан Қасымов еңбек таңы журналы ұйымдастырған музыкалық конкурстарға бірнеше рет қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Әуесқой композитордың қазір 50-ден астам әндері мен аспаптық шығармалары бар. Олардың 30-дан астамы қазақ радиосының алтын қорында сақталып, эстрадалық симфониялық оркестрі орындап жүр. Ақан Қасымовты кеңінен насихаттап жүрген қазақ радиосы мен телевизиясының танымал әншілері Зейнеп Қойшыбаева, Люция Тулешова, Ескендір Хасанғалиевтер әр кезде ол кісінің шығармашылығынан көптеген әндерін орындап жүр. Еңбек таңы журналының алғашқы санынан бастап, оның редколлегия мүшесі болып келеді. Қазақ соқырлар қоғамының құрметті мүшесі. Ақан Қасымов құрмет белгісі орденімен және көптеген грамоталармен наградталған. Ақан Қасымов 2001 жылы дүниеден өтті. Ол кісі дүниеден өтсе де, оның еңбектері тірі. Ол Балқаш қызы, кім еді сенің күткенің, табамын сені, жайық сазы, сыр толқындары, әсем алматы, жайық сазы өлеңдеріне ән жазған. Оның әндері мен әуендері жүректерге мәңгілік сақталып, ерекше орын алары сөзсіз. Ендеше сіздердің назарларыңызға Қазақстанға танымал композитор болған Ақан Қасымовтың композиторлық өнері мен шығармашылығынан сыр шерткен болатын.